Сәлеметсіздер ме? Тұрсынғаша Балтабековна, Кенжегүл Каримовна. Біз сізден ұлағатты ұстаздарымыздың бірі, оқу ағарту ісінің үздігі, еңбек және соғыс ардагері, Абайға және Мұхтарға арналған мұражайдың алғашқы ұйымдастырушысы Азат Архамұлы туралы білейік деп едік. Ал енді балалар, мен осы мектепті оқығанмын, осы мектептің түлегімін. 1981 жылы бітірдім. Енді мен 5-ші сынып оқыған кезде, сол кезде 1976 жылы өтейін. Сол 76 жылдан 1981 жылға дейін Азат Архамұлы маған өзіме сабақ берген. Енді сол кісінің жұбайы Қарлығаш Педалимова, ол кісі де бізге тарих пәнінен сабақ берді. Екеуі де ұлағатты ұстаз. Енді ол кісілерден алған тәлім тәрбиеміз өте көп. Енді айта берсек, ол кісіге мақтау сөздеріміз жеткіліксіз. Енді өте көп айтуға болады ол кісілер туралы. Енді бізге сабақ бергенде ол кісі өзінің жаңағы Абай ұлы Абай атамыздың ұрпағы екендігін бізге айтатын. Сабақ бергенде сол кісінің жаңағы шығармаларына терең үңіліп, шығармалары жайлы мәліметтер беретін. Енді сіз сол кісімен жұмыс істедіңіз ғой деймін, бірге әріптес болдыңыз ғой деймін. Енді мен осы мектепке 86 жылы жұмысқа келгем, жұмысқа тұрғам. Сол кезде мен ол кісімен әріптес болдым. Енді әріптес ретінде ол кісі бізге үлкен ағамыз сияқты болды. Жаңа Тұрсынғаш Балтабековна айтты ғой, ұлағатты ұстаз деп. Ең мықты ұстаз болды ол кісі. Өз маманның қалай айтса шебері болды. Енді үлкен болып, біз кіші болдық, жас болдық, бізге көп тәрбие берді. Сол кісілердің ақылымен, сол кісінің тәжірибелерімен біз қазір сол кезден бастап өстік. Сондықтан Азат мұғалімнің осы біздің мектепке, біздің мектептің түлегіне, біздің мектептің ұстаздарына еңбегі зор. Жаңа Тұрсынғаша Балтабековна айтты ғой, ол кісі Абайдың ұрпағы, сондықтан ол кісі сол мұражайды ашқан. Ол кісінің мұражай ашу оңай емес. Ол барлық мәліметті жинау, оның бәрін дұрыстап ұйымдастыру, ол кез келген адамның қолынан келмейді. Сондықтан бұл кісінің ұрпағыма деген қалдырған өте бір игісі осы мұражай. Жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, жинаған еңбектері деп. Сол кісі мен білуімше, жаңағы айтып тұрмын ғой, 1976 жылдан бастап бізге сабақ берді ғой. Сол кезде ол кісі жан-жақтан барлық мәліметтерді іздеп, сол кезде жинап, онан кейін 1978 жылы ма, 79 жылдары ма, сонда осы біздің мектепте, осы мектепте 3-ші қабатта өзінің сол жаңағы Абай мен Мұхтарға арналған мұражайын ашқан. Енді сол кісінің жолын қуып, мен ұстаз болдым ғой. Осы мектепке мен 92 жылы мұғалім болып келген кезде ол кісі сіздермен жұмыс жасаған. Сол кезде мен мұражайына кірген кезде өте керемет, сондағы бай, жаңағы мағлұматтарға бай, Абай мен Мұхтарға арналған түгел мәліметтер осы біздің мұражайдан табуға болады.